Саламатсыздар ма каналымның көрермендері, мен сіздерге бүгін тырнақ құрақпен оюдың біріктіру сабағын көрсететін боламын. Алдымен подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуды қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Мен блоктарды дайындап қойдым. Тырнақ құрақты екі шетіне қоямыз да, көк матаға түскен ақ оюларды ортасына қоямыз. Ал ақ матаға түскен көк оюды оны шетіне қойып шығатын боламыз. Алдымен көк оюдың ортасын кесіп аламыз, сосын шеттеріне қойып шығатын боламыз. Ескертетін бір жайт бар. Маталардың түгінің бәрі бір келкі болып жату керек. Бір жағына қарап тұру керек. Әйтпесе оюыңыз, көрпелеріңіз матаның цветін құртып алады, екі бөлек болып кетеді. Сондықтан, міне көрдіңіздер ғой, мына жерде түгі төмен қарап тұр, мындай ұстасаң белгілі болады. Барлық мата осылай жату керек. Ішкі ою да сондай болып тұрады. Мына жерде де, бұл жерде де ақ мата болса да онша біліне қоймай, бірақ дегенмен де ұстасаңыз анықтап көрініп тұрады. Мінекей қараңыздар, түгі төмен қарап тұр. Ішкі жағы да сондай. Бұнда да түгі төмен қарап тұрады. Барлық осыған қатты мән беріңіздер, әйтпесе көрпеңіздің түсі кетіп қалады. Олай болса, мынаны ортасынан қазір бөліп көрсетейін. Мінекей қараңыздар, мына жерде мен алдын ала бөліп қойғанмын, шетіне қоятын. Осындай қиып, мынаны да дәл сондай қиып аласыздар. Алдымен матаны бүктейсіздер, түгін міндетті түрде түгін айырбамаңыздар. Осылай бүктеп, қиып қоямыз. Шегін созылып кетпес үшін мынандай бір тігіп өтуге де болады. Енді тікпесеңіздер де болады, бірақ мен осылай тігіп қоямын. Сөгіліп кетпес үшін, сосын тіккен кезде созылып кетпес үшін бір келкі болып тігіледі. Енді мен сіздерге оюды қойып көрсетейін. Бір қатар қып, ортасына бәрін қойып шығатын боламыз. Мінекей мынандай қоямыз, ашып, ортасына қойып шығамыз барлығын. Осындай қып, алтауын қойып шығасыздар, дәл өстіп. Жетіншісін ортасынан екі бөліп, жетіншісін соңынан қазір көрсетемін қалай қоятын. Енді мына блоктарды екі шетіне қатарынан қойып шығамыз. Жетеуден 14 тырнақ құрақты бөліп қойып шығатын боламыз. Осылай жаймендеп қойып шығасыздар. Мінекейіңіздер, мына жерде ортасын 4 жай екі шетіне 14 блокты қойдық. Енді мынау ақ матаға түскен көк ортасы көк оюды екі шетіне қойып шығатын боламыз. Мынандай қып, мінекеңіз. Түгінен, бір жерде түгінен шатаспайсыздар. Тағы да ескертіп айтам, барлық түгі бір келкі болып жату керек. Әйтпесе көрпешеңіздің бояуы екі түрлі болып кетеді. Бір мата болғанмен екі түс береді. Мынандай шетіне ақтарды қойып шығамыз. Мінекей қойып шықтық. Енді шетіне соңғы қалған жетінші оюды екі бөліп, екі шетіне қойып шығатын боламыз. Ортасындағы оюдың екі шетіне қойып шығамыз. Біреуін бергі жағына, біреуін арғы шетіне қоясыздар. Мына бір шетіне қойылған оюлардың біреуін төрт бөлеміз. Төртке бөлеміз, бүктейсіз. Тағы да бір бүктеп аласыз. Сөйтесіз да төрт бұрышына қойып шығатын боласыз. Дәл осындай қып, осы тәсілмен қиып, төрт бұрышына қойып шығасыздар. Мына мен қойып шықтым.
ортасы 7 ою, 6 ортасына кетеді, 7-ші шетіне кетеді. Екі шетіне де қалған оюды екі шетіне мынандай қылып қоясыздар. Міне бізде әдемі көрпеше шығайын деп тұр.